Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлдің құрылысы, тозаңдану түрлері, гүлдену және тозаңдану. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау. Гүл. Бұл бізде гүл жабық тұқымдылардың көбею мүшесі, түрі өзгерген, қысқарған өркен. Гүлде спораның түзілуі мен гаметаның түзілуі және оның процесс жүреді. Тозаңдану мен ұрықтану процестерінен кейін гүлде жеміс пен тұқым пайда болады. Жалпы гүлдің құрылысына келетін болсақ, гүлдің жіңішкерген жері бізде гүл сағағы деп аталады. Гүл сағағынан кейін гүл табаны орналасқан. Бұл бізде гүлдің кеңейген жері. Гүл табанынан кейін тостағанша жапырақша орналасқан. Тостағанша жапырақша бізде жасыл түсті болып келеді және ішкі мүшелерді қорғап тұрады. Тостағанша жапырақшадан кейін күлте жапырақша орналасқан. Күлте жапырақша мен тостағанша жапырақша екеуін гүл серігі деп атайды. Күлте жапырақша бізде әр гүлде әртүрлі түс беріп тұрады. Одан кейін бізде аталық пен аналық орналасқан. Гүл сағағы жапырақ сағағына ұқсас, гүлдің жіңішкерген жері сағағы арқылы сабаққа бекінеді. Гүл сағағы болмаса, отырмалы гүлдер деп аталады. Гүл табаны гүлдің барлық бөлімдері бекінетін гүл сағағының жоғарғы жағындағы кеңейген жері. Тостағанша көбінесе жасыл түсті болып келеді. Гүлдің сыртында бірікпеген, жеке немесе біріккен жапырақшалардан тұрады. Күлте жапырақша тостағанша жапырақшадан кейін орналасқан. Күлте жапырақшаның орналасуына қарай біріккен және бірікпеген деп бөлінеді. Гүл серігі тостағанша жапырақша мен күлте жапырақшаны біз гүл серігі деп аталамыз. Гүл серік, жай гүл серік және қос гүл серік деп бөлінеді. Аталық пен аналыққа келетін болсақ, аналық бұл бізде гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі. Аналық үш бөлімнен тұрады. Аналықтың аузы, аналықтың ортаңғы бөлігін аналық мойны және кеңейген жері аналықтың жатыны деп аталады. Осы жатында бізде ұрық дамиды. Аталық негізгі екі бөлімнен тұрады. Аталық бізде көбеюге қатысады. Аталықтың жіңішке жері аталық жіпшесі және тозаңқап. Осы тозаңқаптың ішінде тозаңдар орналасқан. Ал енді балалар келесі бейнебаян көріп алайық, ұрықтануға байланысты. Тозаңдану үдерісі кезінде екі жасушадан тұратын тозаң аналық аузына келіп түседі. Генеративті жасуша бөлініп, екі спермия, ал вегетативті жасуша өсіп, тозаң түтігін түзеді. Бұл тозаң түтігі ұрық қапшығына ашылады. Спермиялар тозаң түтігі арқылы келіп, ұрық қапшығына түседі. Спермиялардың біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып, зигота түзеді. Зиготадан ұрық дамиды. Екінші спермия ұрық қапшығындағы орталық жасушамен қосылып, эндосперм түзеді. Эндосперм қоректік ұлпа. Гүлдің өсімдіктердегі бұл үдерісті қосарланып ұрықтану деп атайды. Тұқымның сыртқы қауызы ұрық пен эндоспермді қорғап тұрады. Түйіннің қабырғасынан тұқымды қоршап тұратын жеміс қауызы, жеміс қабы дамиды. Міне, осылайша жеміс түзіледі. Ал енді балалар, бізде тозаңдану. Тозаңдану дегеніміз аталық тозаңның аналықтың аузына келіп түсуі. Тозаңдану негізгі үш бөлімнен екіге бөлінеді. Өздігінен тозаңдану және айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдану деп, бір гүлдің өз аталығы сол гүлдің аналықтың аузына келіп түсуін біз өздігінен тозаңдану дейміз. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктер гүл жарған кезде және жармай тұрып тозаңданып үлгереді. Бұған бізге мысал ретінде жер жаңғағы, шегіргүл, саумалдық, бете, тары өсімдіктер жатады. Айқас тозаңдану. Айқас тозаңдану бір гүлдің аталығы екінші гүлдің аналығына келіп түссе, бұл бізде айқас тозаңдану деп аталады. Айқас тозаңдану екіге бөлінеді. Бунақ денелер арқылы және жел арқылы тозаңдану. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктер бұлардың тозаңдары өте жеңіл, майда, көп болып келеді және төмен қарай салбырап тұрады. Бұл жаңағы ауа райына байланысты жаңбырда, желде тозаңдар еркін ұшып, еркін тозаңдану үшін.
Тозаңданудың түрлерін салыстыратын болсақ, айқас бунақ денелер арқылы тозаңдану. Бұл өсімдіктер гүлдері ашық реңді, хош иісті, тозаңдары өте ірі және тәтті шіріне бөледі. Мысалы ретінде бұларға шие, алхоры, алмағашы, лимон, шай және асқабақты жатқызуға болады. Жел арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктер тозаңдары өте майда, жеңіл көп, желдің аталықтарының жіпшелері өте ұзын, әрі төмен қарай иіліп тұрады. Аналықтың аузы қауырсын тәрізді лүпілдеп, тозаңды тез қабылдауға лайықтанған. Бұларға мысал ретінде қант қызылшасы, құлмақ, қарасора, жүгері, қайың, еменді жатқызуға болады. Сонымен балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша сіздерге үйге тапсырма. Оқулықтың соңғы жағында, бүгінгі берілетін мәтіннің соңғы жағында гүл бөлімдерінің суреті берілген. Сол суретке қарай отырып, гүл бөлімдерінің атауларын жазыңыздар. Және тозаңдану түрлеріне байланысты өсімдіктердің ерекшеліктерін салыстыру кестесі берілген. Бұл кестеге айқас бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктерді және айқас жел арқылы тозаңданатын өсімдіктерді екі кестеге бөліп толтырып жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет балалар, сау болыңыздар.